10 сынып информатика пәні номері 6 сабақ. Сабақтың тақырыбы жеке тұлғаны идентификациялау әдістері. Сабақтың мақсаты идентификация және аутентификация ұғымдарымен танысу. Оқушылар, қалай ойлайсыздар? Жеке тұлғаны идентификациялаудың маңызы неде? Идентификациялау әдістерін қолдану тиімді ме? Соңғы уақытта тұлғаны идентификациялау үшін биометриялық параметрлерді пайдалануға деген қызығушылық үнемі өсуде. Биометрия саласындағы теориялық әзірлемелер заманауи қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйелеріне, дербес компьютердегі ақпаратты қорғаудан, биометриялық паспорт және күштің мекемелердің ақпараттық аналитикалық жүйелері сияқты мемлекеттік қосымшаларға дейін енгізіледі. Биометриялық қосымшалар мен жүйелердің саны ұлғаюда. Бұл биометриялық идентификацияға қолданбалы қызығушылықпен де биометриялық технологиялар саласындағы ақпараттық құралдардың және стандарттаудың дамуымен де байланысты болады. Заманауи жағдайларда тұлғаны идентификациялаудың шынайылық мәселесі. Идентификацияның шынайылығы бойынша пайдаланушы туралы идентификациялау ақпаратының толықтығы мен дәлдігін түсінеміз. Идентификацияның шынайылығы ақпараттық жүйелерде идентификациялық және аутентификациялық ақпарат туындаған кезде, сондай-ақ оларды сақтау, беру және өңдеу кезінде қателердің туындау ықтималдығына кері пропорционалды. Басқаша айтқанда, идентификацияның шынайылығы тұлғаны идентификациялау процесінің сенімділігімен және қатесіздігімен анықталады. Идентификация нәтижелері өзінің табиғаты бойынша ықтималдық теориясының көмегімен зерттеу пәні болып табылуы. Сондықтан идентификация және аутентификация нәтижелеріне сенімділік деңгейін енгізу ұсынылады. Бұнда тапсырманы жеңілдету үшін идентификацияның 2 деңгейін енгізуге болады. Оңайтылған және стандартты, және аутентификацияның 3 деңгейін қарапайым, күшейтілген және қатаң түрлерін енгізуге болады. Мұндай тәсіл идентификация мен аутентификация тәуекелдерін талдау негізінде жүргізілген идентификация мен аутентификация үдерістері мен нәтижелерін зерттеумен және сенімділікті талдаумен келісіледі. Субъект ақпараттық жүйелерде алғаш рет жүгінген жаңа пайдаланушыны тіркеген кезде бірегейлендірудің шынайылығын және қайталанған өтініштер кезінде бейімделудің шынайылығын ажырату керек. Бұл ретте өтініш беруші алғаш рет жүгінген кезде жеке басын идентификацияның шынайылығы мынадай аспектілерге байланысты екенін ескеру қажет. Бірінші, идентификацияның сапасы. Бұнда ұсынылған идентификаторларды тіркеу кезінде базаға енгізілген деректермен салыстыру жолымен бір субъектінің екіншісіне айырмашылығы. Екінші, идентификация процесінде бірінші заңды түрінде идентификацияланған және екінші түрдегі заңды пайдаланушы идентификацияланбаған қателер болады. Идентификаторлар санына және ең бастысы салыстыру механизмдерінің сенімділігі мен қауіпсіздігіне байланысты салыстыру нәтижелеріне сенімдік деңгейін енгізу қажеттілігі.
Даулы жағдайларды талдау үшін мемлекеттік дерекқордан, идентификациялардың сәйкестігін растау үшін процестердің нәтижелерін тіркеу қажеттілігі. Ақпараттандыру процесінде мемлекеттік және манипуляциялық қызметтерді тартудың объективті қажеттілігі бір жағынан тәуекел операциялары аз үшін оңайтылған идентификацияны жүргізу мүмкіндігі туралы ережені, екінші жағынан одан әрі жүгінулер кезінде идентификацияның нақтылық деңгейін одан әрі арттыра отырып, мемлекеттік қызметтердің бірыңғай порталын пайдаланушыларды жеңілдетілген идентификация мүмкіндігіне жол береді. Пайдаланушы жүргізетін операциялар тәуекелдерінің деңгейінде байланысты оңайлатылған идентификациядан бастап стандартты идентификация және күшейтілген идентификацияға дейінгі идентификация тәсілдерін бөлеміз. Идентификаторлар. Бұнда электрондық поштаның адресі, ұялы телефонның нөмірі, біліктілік сертификаты, жеке өтініш. Бұлар бізде идентификацияның бастапқы деңгейі, төменгі тәуекелдер және идентификацияның стандартты деңгейі, орташа тәуекелдер болып жіктеледі. Және де паспортты түпнұсқалыққа тексеру, екі жақты түпнұсқалыққа тексеру, шоттың стандарттандыру номері, ШСН, веб-камераға суретке түсіру, биометрияны тексеру. Бұл бізде идентификацияның күшейтілген деңгейі, жоғарғы тәуекелді операциялар болып жіктеледі. Оқушылар, бізде диаграмма берілген. Бұл диаграмма тұлғаны идентификациялау және аутентификациялау деңгейлері көрсетілген бұл диаграммада. Яғни бұл тұлғаны идентификациялаудың дұрыстығы. Паспорт, ЖСН, биометрия, логин, қатаң аутентификация, күшейтілген аутентификация, қарапайым аутентификация, идентификация, оңайтылған идентификация барлығы бізде көрсетілген. Қолданылатын технологиялардың тұрғысынан идентификацияға және аутентификацияға құралдарының жүктелуі. Идентификация және аутентификация. Бұнда идентификация штрих-кодтар, электронды кілттер, магнитті жолағы бар карталар, биометрия статистикалық және динамикалық бөлінсе, ал аутентификация пароль, смарт-карта және пин, e-токен класының электронды кілті және пин. Осылай жіктеледі. Кері байланыс. Оқушылар, енді сабақ бойынша кері байланыс жасасақ. Нені білдім, нені үйрендім, түсініксіз болып қалған нәрсе, нені жетілдіру керек